Аллаға шүкір, міне өздеріңізді жақсы білеміз қазір. Жәннәтул Фирдаус қоры. Бұл атында өте жақсы қойған. Пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, ең бірінші Құраннан кейінгі тұратын кітап, хадис кітабы, имам Бұхаридің кітабы. Сол имам Бұхаридің кітабы ең бірінші иннамал аъмалу бинният, адамдардың істері ниеттерге байланысты дейді. Және шариғат кітаптарының 70% ниетті қамтиды. Қарасаңыз, оразада ниет, намазда ниет, дәретте ниет, 70% ниетті қамтиды. Сондықтан ниет дұрыс болса, оны мысалы бірден баға бермеуіміз керек. Оның жемісіне қарап баға береміз. Мына Аллаға шүкір, Шәкір атамыз кезіндегі Сарыағаш медресесін құрған. Солар ниет етіп кетті, 4 ағайынды баласы міне осы жүргізіп жатқан. Олардың Алла иман қайтыс болып кеткен иман байлығын берсін. Бірақ Аллаға шүкір, артынан шәкірттері шығып, міне Жәннәтул Фирдаус деген жақсы ат қойып, еліміз бойынша жұмыс істеп жатыр. Сол сияқты біздің Қазақстанда қазір Қарекет деген қор бар. Өзіміз соған мұрындық болдық, кезінде себепші болдық. Сол Қарекет қоры мына халықтың ішінде қаншама баспанасыз көп балалар отбасыларға үй алып беріп жатыр. Сол сияқты діни басқармамыздың, муфтиятымыздың ел үлес пәтерге деген қор екеуін санасақ, екеуі Қазақстан бойынша міне 600-ден артық баспана алып қойған екен. Бұл халықтың ниеті. Алладан қорқып адамнан үй алып, жаңағыдай адамгершіліктен аттамасақ, адалдықтан аттамасақ, сонда мына жаңағы халықтың дүниесін өзіне беретін болсақ, сонда адал азаматтар шығу керек. Мына қорда да сондай адал азаматтар істеу керек. Қор не жақсы жүргізсең, ол қор болады дамып. Немесе сен қорды жемқорлыққа айландырып, өзіңнің жеке басыңды ойласаң, қор боласың да. Адам алдында да қор болсын, Алланың алдында да қор болсын. Бұл жұмыс үлкен сауапты іс. Өйткені мына дүниеден біз еш нәрсе арқалап кетпейміз. Алдымыздан шығатын жемісті ісіміз бұл садақамыз иншалла. Нағыз банк дейді. Қай банк десе, бұл Аллаға беріп қойған, Аллаға жасаған саудаң дейді. Құран кәрімде де Алла тағаламен сауда жасаңдар дейді. Ол деген Аллаға беріп қойған ақшаның бәрі алдынан шығады. Алла қаласа.